поэзиясының әйгілі тұлғасы, өнер сөздің дүлдүлі, жырау жыршы Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл. Осыған орай нөмірі 174 мектеп гимназияның ұрпақ үні медиа редакциясы Жамбыл Жабаевтың ауылына келді. Жамбыл ауданы, Жамбыл ауылы, Жамбыл көшесі нөмір 1. Менің артында тұрған 12 бөлмелі үйде Жыралыбы өмірінің соңғы 7 жылын өткізген. Бүгінде ол мұражай. Ақын бұл үйде 1938-1945 жылдар аралығында тұрған. 1938 жылы ақындық шығармашылығын 75 жылдығы тойланған кезде өкімет тарапынан ол кісіге осындай еңсесі биік зәулім 12 бөлмелік үй мен автокөлік сыйға тартылған. Үйге келетін болсақ, үй 12 бөлмеден тұрады. 12 бөлменің 5 бөлмесі ескерткіш бөлмелер. Мұндағы дүние мүлік, жиһаз, ыдыс-аяқ, жеке заттар ақынның көз тірісінде қандай болса, сол күйінде сақталған. Мына тұрған картина Жамбыл колхозшылар арасында деп аталады. Бұл картинаны 1944 жылы Мәскеудің атақты суретшісі Александр Александрович Ритих ақынға сыйға тартқан. Бұл түп нұсқасы. Ал бұл ақынның жатын бөлмесі. Мұнда түрлі тарихи экспонаттар бар. Мәселен, қабырғада ілулі тұрған сағатта 7 сағат 55 минут уақытты көрсетіп тұр. Бұл ақынның өмірден озған уақыты. Атаның өзінің киген сусар бөрігі, мына домбырасы, енді өмірлік серігінің домбырасы күні бүгінге дейін 3 домбырасы сақталған. Екеуі біздің музейде, біреуі Алматы қаласындағы Ықылас атындағы ұлт аспаптар музейінде тұр. Мына домбыраны ақынға 1936 жылы Каспийдің студенттері сыйға тартқан. Мына тұрған ақынның былғарда жасалған мәсісі мен кебісі, дәрет алатын құмған легені. Ал бұл таяқты Жамбыл атамыз Грузияға барған сапарында оның хатшысы Таир Жароков сыйлаған екен. Бұл бөлме ақынның жұмыс кабинеті. Енді ол кісі арабша аз-маз білгенменен жалпы оқып жаза алмаған екен. Сол себептен де шығармаларын қағаз бетіне түсіріп тұру үшін бұл кісіге өкімет тарапынан арнайы хатшылар, әдеби хатшылар тағайындалған. Әбділда Тәжібаев, Ғали Орманов, Таир Жароков, Қалмақан Абдықадыров, Қасым Тоғзақов сияқты кісілер атаның шығармаларын осы бөлмеде қағаз бетіне түсіріп отырған. Сіздер көріп тұрған бұл көлік Жамбыл Жабаевқа 1938 жылы ақындық шығармашылығының 75 жылдық мерейтойына сыйланған. Қазіргі таңда толық жүріп тұр. Сол кезеңде мұндай көлік небәрі 6 адамда ғана болған. Соның бірі Жамбыл ақынның көлігі. Бұл көлік 2008 жылы күрделі жөндеуден өткен. Бүгінде мұражайдың құнды экспонаттарының бірі. Биыл енді ақынның 180 жылдығы тойланып жатыр. 180 жылдық деген бұл жай ғана мерейтой емес, бұл қазақ өнері, қазақ мәдениеті үшін бір айтулы дата деп санаймын. Және бұл 180 жылдық Жамбыл атамыздың жылдың соңына дейін жалғасын табады. Себебі қазіргі жоспарда көптеген осындай іс-шаралар, конференциялар, дөңгелек үстелдер, ақындар айтысы сияқты ұйымдастырылайын деп жатыр. Және республика көлемінде тұлғалық музейлердің арасында үлкен бір фестиваль өтеді. Және бұйыртса күзге атаның 180 жылдық мерейтойын үлкен деңгейде бір той қылдырып өткізу жоспарда бар. Енді бұны жай ғана музей деп айтуға болмайды, себебі бұл бір қасиетті мекен десек те болады. Себебі Жамбыл ата қайтыс боларының алдындағы соңғы тілегі мені үйімнің артындағы алмабаққа жерлеңдер деп сұраған екен. Сол өзінің сұрауы бойынша ақынды үйінің артына жерлеген. Қазір біздің музейіміздің аумағында ақынның жатқан бейіті бар. Енді зиярат жасап келіп, Құран бағыштайтын адамдардың легі өте көп. Қасында Нұрғиса Тілендиев те жатыр. Ол кісінің де қайтыс боларының алдында жаңағы маған Жамбыл атаның қасынан топырақ бұйырса екен деп сұраған екен. Ол кісінің де сол сұрауы бойынша осы жерге жерлеген. Ақынның мұражайы келушілер үшін күн сайын ашық. Мұнда келген әрбір жан өткеннің ізімен жүріп, тарихпен сусындап, мол тағылым ала алады. Абдрахман Қайрат, Еламан Қайназар, ұрпақ үні медиа, Алматы облысынан.